Саламатсыздармы? Менің аты жөнім Ағатаева Балдырған Жетімек қызы. Түпқараған гуманитарлық техникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы және игілік еріктілер тобының жетекшісімін. 23 желтоқсан күні Шахмардан Есенов атындағы университеттің Қазақстан Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі Мамбетова Алтынай Ибрагимқызы мен қоғамға қызмет орталығының үйлестірушісі Міржақып Бағдатұлы ерікті жастар ел ертеңі тақырыбында онлайн сұхбат өткізген болатын. Семинар барысында Міржақып Бағдатұлы ерікті ұғымына толықтай анықтама берді. Еріктілік дегеніміз не, ол қандай қызмет, еріктілер қоғамда қандай қызмет атқарады, және де дәстүрлі қазақ қоғамында ерікті ұғымы қалай қалыптасқан, неке сол туралы көптеген мағлұматтар берді, және де шетелдегі волонтерлік туралы көптеген мысалдар келтіріп, факт арқылы дәлелдеп көрсете білді. Қай жылдан бастап қалыптасты, неке сол туралы студенттер де, оқытушылар да көп мағлұмат біле алды. Сол ұғымдарға анықтама берумен шектеліп қана қоймай, еріктіліктің бағыттары туралы түсініктеме берді. Және де осы біздің облысымыздағы еріктілер қозғалысы қалай дамуда екенін түсіндірді. Студенттер де өздерінің ойларындағы сұрақтарын қойып, жауаптарын ала алды. Осындай кең ауқымды семинар өткізген ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіреміз. Студенттердің де атынан алғыс айтамын. Бізбен әлем керемет жанданар, еріктілердің де солай қалауы. Қазақстанның біз бір бөлшегіміз, біз Маңғыстау волонтерлеріміз, біз Маңғыстау волонтерлеріміз.